Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін дәріс сабағымыздың тақырыбы Нұрсұлтан Назарбаев тарихтағы тұлға деп аталады. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының негізін қалаушы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбектері жайлы айтқанда, біз республикамыздың қоғамдық саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани жетістіктерімен ұштастыра баяндаймыз. Өзінің тәуелсіздігінің 30 жылдығына қадам басқан Қазақстан Республикасы бүгінде мықты экономикасын құрған, сыртқы ішкі саясатын реттеген қуатты мемлекет ретінде әлемдік қауымдастықта өзінің лайықты орнына ие болды. Тарихтағы жеке тұлғалардың рөлін баяндау бұл тарих ғылымының өте қызықты әрі күрделі тақырыптарының бірі. Себебі біз тарихтағы жеке тұлғаның рөлін жоғары бағалаймыз. Тарих тұлғаның жасаған іс-әрекетімен, оның ақыл-ойының интеллектуалдық қабілеті арқылы қол жеткен табыстарымен құралады. Міне, сондықтан біз тарихтағы жеке тұлғаның рөлі деген кезде осы мәселелерді терең талқылауымыз керек. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Шамалған селосында дүниеге келген. Орта мектепті Алматы облысынан аяқтаған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жас кезінен бастап, оқушы кезінен бастап зерек оқушы болды. Өзінің ақыл-ойымен, ерекше қабілетімен, білімге, ғылымға деген ұмтылысымен өзінің қатарластарына қарағанда, замандастарына қарағанда ерекшеленіп тұрды. Осында ерекше қасиетке ие болған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев орта мектепті үздік аяқтайды. Елбасы өзінің алдына өте бір қиын таңдау тұрған сезе білді. Осы кезде орталық Қазақстанда Теміртауда комсомол жастардың күшіне сүйенген ірі Қарағанды металлургия заводы салынып жатқан болатын. Теміртауда жұмыс істеп жүрген Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі елеусіз қалған жоқ. Соны сол кездегі жоғарғы партия басшылары да көре білді. 1969 жылдан бастап Нұрсұлтан Назарбаев партия комсомол қызметіне ауысты. Өзінің естелігінде елбасы жазады, әрине, бұл оңай болған жоқ, бірақ тәртіпке, тәрбиеге бас иген Нұрсұлтан Назарбаев комсомол партия жұмысына белсене кірісті. 1972 жылы Нұрсұлтан Назарбаев Қарағанды металлургия комбинатының партком хатшысы болып сайланады. Бұл қызмет іс жүзінде Қарағанды металлургия заводы директорынан кейінгі тұрған екінші сатыда тұрған қызмет еді. Осы кезде Қарағанды металлургия заводында, яғни ірі заводта 30 мыңдай жұмысшы жұмыс жасады. Осы 30 мың жұмысшысының қызметін бақылау, оларға көмек көрсету, олардың әлеуметтік мәселесін шешу осы кезде партияның міндеті болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бұл қызметінде өзінің ерекше қабілетімен таныла білді. Және сол кездегі республика партия ұйымының басшыларында назарына ілікті. 1984 жылы небәрі 44 жастағы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасы болып сайланады. Бұл елбасының сол кезде қызметіне ең жоғары берілген баға еді.
небәрі 44 жасындағы Нұрсұлтан Назарбаев министрлер кеңесін басқарады. Яғни одақтағы, яғни Совет одағындағы ең жас премьер-министр болып сайланады. 1984-89 жылдары Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілігімен Қазақстан үкіметі өзінің жұмысын өрістетті. Сол кездегі Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық, мәдени, рухани дамуында Қазақстан Республикасының үкіметі, сол кездегі Қазақ КСР-ның үкіметі жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізеді. 1989 жылы 22 маусымда Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болып сайланған кезде пленумда 158 адамның 154 адамы Назарбаевты жақтап дауыс берді. Бірінші хатшысы болып сайланған Нұрсұлтан Назарбаев өзінің қызметіне бел шешіп кірісті. Осы кезде 1989 жылы шілде айында Қарағандыдағы шахтерлар өздерінің әлеуметтік экономикалық мәселелерін білдіріп, ереуілге шыққан болатын. Бұл ереуілдің бүкіл одақты дүр сілкіндірген маңызы болды. Себебі ол кезде Қарағанды шахталарында 100 мыңдай шахтер қызмет жасайтын, жұмыс жасайтын. Шахтерлар сол кездегі бүкіл одақтың әлеуметтік экономикалық өмірінде, саяси өмірінде аса маңызға ие болған жұмысшы күші болып саналатын. 1989 жылы Кеңес одағында КСРО халық депутаттарының сессиясы басталды. Нұрсұлтан Назарбаев халық депутаттарының сессиясына қызу араласты. 1990 жылы 24 сәуірде Қазақ КСР жоғары кеңесі президент лауазымын енгізді. 1990 жылы 24 сәуірде Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ КСР-ның президенті болып өзінің қызметіне кірісті. Бұл сол заман тұрғысынан алған кезде саяси жетістік еді. 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР-ның егемендік декларациясы қабылданды. Осы егемендік декларациясында республиканың қарулы күштері, қауіпсіздік қызметі, ішкі әскери құрылу мәселелерінде айқын көрсетілген болатын. 1991 жылы Кеңес одағында зор саяси дағдарыс өзінің шырқау шегіне жетті. Осы кезде Кеңес одағындағы басшылардың ұсынысымен жаңа одақтық шартқа қол қою мәселесі де айтыла бастады. 1989 жылдары Прибалтика елдері Латвия, Эстония, Литва өздерінің егемендігін алып кеткен болатын. Осы кезде одақты сақтау қалу мәселесі де көтеріле бастады. 1991 жылы 19-21 тамыз аралығында Мәскеуде әйгілі тамыз төңкерісі болды. Осы кезде елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің саяси шеберлігімен де есте қалды. Тамыз төңкерісі толық ауыздықталғаннан кейін тамыз төңкерісін ұйымдастырушылар тұтқынға алына бастады. Осы кезде Кеңес одағы ыдырай бастады. 1991 жылы 8 желтоқсанда Кеңес одағы ыдырай бастады. Осы кезде Қазақстанда батыл саяси шешімдерді қабылдауға әзірлене бастады. 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстанда тұңғыш президент сайлауы болды. Бүкіл халық Нұрсұлтан Назарбаевты президент етіп сайлады. Бұл зор саяси жетістік еді. 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақ КСР Қазақстан Республикасы деп жаңа тарихи атауға өзгертілді.
осы 1991 жылы 10 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың инаугурациясы, ұлықтауы болып өтті. 1991 жылы 12 желтоқсанда Нұрсұлтан Назарбаев желтоқсан оқиғасына қатысушыларды ақтау жөнінде жарлыққа қол қойды. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңды қабылдады. Дүниеге жас қазақ елі дүниеге келді. 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар ұйымының мүшесі болып сайланды. 1992 жылы Біріккен Ұлттар ұйымының Бас Ассамблеясының 47-ші сессиясында президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп, әлемнің назарын Қазақстан қолдара білді. Осы кезде Нұрсұлтан Назарбаев Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары атты кеңесті құру жөнінде батыл көтере білді. Бұл мақсат өзінің нәтижесіне қол жеткізді. 2002 жылы 3-5 маусымда Алматы қаласында Азияның жетекші мемлекеттерінің басын қосқан Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесі өзінің жұмысын бастады. Бүгінде бұл ұйым толыққанды жұмыс жасап жатыр. Бұл ұйымның мақсаты Азиядағы келісім мен достықты, бейбітшілікті нығайту болып саналады. Бұл ұйымның құрылуына біздің елбасымыздың зор үлесі бар екенін бүкіл әлем біліп отыр. 2000 жылдардан бастап Қазақстан экономикасы өзінің қуаттылығымен, тұрақтылығымен көзге түсіп, орталық Азиядағы тұрақты экономикалық дамуға қол жеткізген мемлекет ретінде танылды. Елбасының жыл сайынғы жолдауларында халықтың әлеуметтік, экономикалық және мәдени өресін кеңейтуге арналған жолдаулары нақты айтылып келеді. 2006 жылы өзінің жолдауында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясын қойған болатын. Бүгінде бұл міндет толық жүзеге асты. 2012 жылы 14 желтоқсанда Қазақстан 2050 қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыт атты стратегиясы жарияланған болатын. Елбасының бұл Қазақстан 2050 стратегиясында болашақта дамыған 30 елдің қатарына кіру міндеті қойылды. Міне біз таяу болашақта Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына кіру стратегиясын алдына нақты мақсат қылып қоя білді. Бүгінде Қазақстанның экономикасы даму үстінде. Бұны әлемдік қауымдастықта мойындап жатыр. Қазақстанда этносаралық қарым-қатынас жақсы жолға қойылған. Қазақстандағы барлық этностар тату-тәтті өмір сүруде. Бұған Қазақстан халқы ассамблеясының да қызметі өте зор. 2019 жылы 19 наурызда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 20 наурыздан бастап президенттік өкілеттілігін тоқтататын жөнінде жарлыққа қол қойды. 2019 жылы 9 маусымда Қазақстан Республикасының президенттігіне Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сайланды. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің елбасының саясатын ары қарай жүргізетіндігін толық мәлімдеді. Бүгінде Қазақстанда саяси билік өте сәтті ауысты. Біз өзімізге, әлемге Қазақстанның көрегенділігін көрсете білдік. Бұл жерде әрине елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашақты болжап, шебер стратегиялық міндеттерді жүзеге асыруға деген батыл шешімі басты рөл атқарды. Өзінің тәуелсіздігінің 30 жылдық қарсаңында Қазақстан қуатты экономикалық дамуға қол жеткізген және ішкі саяси тұрақтылықты толық жүзеге асырылған мемлекет ретінде әлемдік қауымдастықтан өзінің лайықты орнын алды. Әрине бұл жерде біз елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегін, оның кемеңгерлік қасиетін және
саяси шешімдерді батыл қабылдайтын беделді саясаткерді қызметінде айтып өтуіміз керек. Құрметті студенттер, осымен бүгінгі біздің дәріс сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.